Ассалаумағалейкум, армысыздар. Естіп жатқан боларсыздар. Қытайдың қысымынан араша сұрап, Алталаштың ордасы Қазақстаным деп екі қандасымыз қашып келді. Қастер мен мұрагердің тағдыры қастандық көрген құлагердің тағдырындай қыл үстінде. Желедегі жұрттың арасында қалай қашып келген, шекараны қалай ғана бұзып өткен, неге аттан салып айғайлап жатыр. Қашып келген рас болса, үйінде тығылып жатпай ма, жасырынбай ма деп сенімсіздік білдіріп жатқандар да табылып жатыр. Өлсем де Қытайда қазақ қандастардың қайғысын қазақ еліне жеткізсем деп, ажалым Қытайдың апанында емес, қазақтың отанында болса деп келсе керекті. Қастер өзі сияқты қаншама қастерлі азаматтардың Қытай лагерлерінде қор болып жатқанын айтуда. Ал біз болсақ баяғыша ырду-дырду, рас па, өтірік пе, шын қашып өтті ме, жоқ па, соған бас қатырудамыз, өзара қызыл кеңірдек болудамыз. Ал қазір оларды ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметі алып кетті. Министр Қытай лагерлерінде қазақтар жоқ дейді. Алайда сол лагерлерде 4 жыл 8 ай жатып келген қастер өз басынан өткенін айтып, көзімен көргенін жеткізіп отыр. Енді біз сол лагерде болып келген, отбасын құрбан етіп, жанын шүберекке түйіп шекараны бұзып өткен қастерге сенеміз бе? Жоқ әлде Қытай біздің досымыз деп қуана қарыз алатын, жерімізге 55 зауытын салатын биліктегілерге сенеміз бе? Елімізге еңбек етеміз деп келген қытайлар құтырып, жол салып жатқан жұмысшылары жабылып, қазақтың жерінде қазақтың азаматын сабайды. Ұлтым деп ұлттың намысын көтеріп шыққан нар тұлғалы азаматтарды біздің билік түрмеге қамап жатыр. Сонда қазақтың жағында қандай заң бар? Қазақтың құқығын кім қорғайды? Анау анекдот тарап жатыр ғой, екі адам төбелессе кім кінәлі деп. Бірінші бастағаны десе, жоқ, қайсысы қазақ болса сол күнәлі дейтін. Негізі бұл күлетін емес, жылайтын нәрсе. Бүгінгі қазақтың сыйқы, бүгінгі қазақтың кейпі. Қазақ пен өзге ұлттың арасында мәселе қозғалса, қазақ кінәлі болады, қазақ сотталады. Неге қазақ пен өзге ұлт бизнесті қатар бастаса, қазақтың құжаттарында қате шығады, өзге ұлт шаруасын дөңгелете жөнеледі. Намысты болыңдар дейтін осындайда Бекболат Тілеухандар неге араша түспейді? Назарбаев 30 жылғы тағынан түскенде жылаған көзінен, бір қазақты 4 Қытай тепкілегенде, араша түскен азаматтар сотталып, артындағы бала-шағасы жәудіреп жәрдем тілегенде, 30 жасар орда бұзар азаматтар отанға келгенде, артындағы қалың қазақтың қаншама мұсылманның қиналғанын ойлап, неге жанарынан жас шықпайды? Қытайдан емес, Құдайдан қорқайық дейтін ағаларымыз, сол Құдайым деп құлшылық қылған қара көздеріміз қиналып, жазықсыз жапа шегіп Қытайдың қолында қор болғанда, Қытайдан қорықпайтын болса, неге қорғамайды? Өткенде ғана баласын құшақтап келген Сайрагүл сияқты аналарға пана бола алмадық. Енді даласын сағынып келген азаматтардың сағын сындырмайық. Отан деп келген бауырларымызды бауырымызға баса алмай, әлемнің алдында өткен тарихымыз, бабаларымыз бен болашағымыздың алдында ұятқа қалмайық, масқара болмайық. Биліктегілерге бір айтарымыз, пұтқа табынатындарға пұл үшін құл болмай, ұлт ұялмайтындай іс жасаңыздаршы. Құрметті Қажет арнасының көрермендері, ойымыз бен ұсынысымызды орынды деп санасаңыздар, лайк басып, өз ойларыңызды, пікірлеріңізді жазыңыздар. Арнамызға жазылып, санымыз бен сапарымыздың артуына үлес қосыңыз. Сіздерге жазылу оп-оңай, ал біз үшін үлкен мәртебе.